OLX KZ сайтында қалай хабарландыру береміз. Ол үшін сіз компьютеріңіздегі браузерлердің біріне кіріп, olx.kz сайтын ашасыз. OLX-тағы аккаунтыңызға кірмеген болсаңыз, мұнда мой профильге басып, войти дегеннің астына OLX-та тіркелген электронный почтаңызбен пароліңізді тересіз. Егер сіз OLX-қа тіркелмеген болсаңыз, қалай тіркелу керек екендігін алдыңғы сабақта көрсетіп кеткенмін. Сол сабаққа осы видеоның описаниясында сілтеме қалдырып кетемін. Ал кіруді жалғастырайық. Мұнда электронный почтаңыз тересіз. Мұнда пароліңіз тересіз. Мына шетте запомнить дегенге галочканы қалдырсаңыз, осы браузерда OLX-тағы аккаунтыңыз сақталып қалады. Қайта-қайта аккаунтыңызға кіріп жүрмейсіз. Войти-ға басамыз. Міне сіз OLX-ға кірдіңіз. Міне сіздің аккаунтыңыз. Басты бетке өтейік. Мінекей подать объявлениеға басамыз. Сіз енді OLX-та бірінші рет хабарландыру берейін деп отқандықтан аккаунтыңызды подтвердить ету керек. Ол үшін мұнда өзіңіздің қолданып жүрген телефон номеріңізді жазасыз. Далеға басасыз. Осы берілген телефон номер бойынша SMS-пен код келеді. Сол кодты осында тересіз. Подтвердитке басасыз. Продолжитқа басамыз. Ал енді объявление беруді бастайық. Мысалға, біз телефон сататын жайлы объявление шығарайық. Мысалға, мен Sony Xperia Z1 компакт сатамын деймін. Рубрикадан өздер подсказка беріледі шеттен, соны таңдауыңызға болады. Немесе мына жақтан өзіңіз кіріп таңдауыңызға болады керекті рубриканы. Астында толық рубрика тұр. Мысалға толығына кірейік. Телефоны и аксессуары, мысалға. Мобильный телефоны, смартфоныға кіреміз. Телефоныңыздың маркасын жазасыз. Менікі міне Sony мысалға. Мұнда операциялық жүйесін жазасыз. Android. Менікі. Экран диагоналін жазасыз. Мұнда белгілейсіз. Өре тізімнен. Мұнда бағасын жазасыз. Немесе ауыстыратын болсаңыз, обменге басып қоясыз. Тегін берем десеңіз, тегінге басасыз, бесплатно дегенге. Бағасын жазайық. 30 000 теңге. Егер саудаласуға болады десеңіз, договорныйға басасыз. Мұнда жағдай туралы жазасыз. Пайдаланылған болса бұл, жаңа болса новыйға. Енді мына жақта сіз жай бір адам болсаңыз, частное лицо, егер бір компания не болсаңыз, бизнесқа басасыз. Описанияға телефон жайлы кішкене ақпарат жазып жібересіз. Sony Xperia Z1 компакт сатамын. Жақсы жағдайда
мысалға осылай. Ары қарай мына суреттерден 8 суретке дейін салуға болады. Мен біреуін ғана саламын. Суретті загрузить етті. Мына сіздің адресіңіз, мысалға Мерке дейік. Келген астынан подсказка береді, сол жерден өзіңіздің адресті жазасыз. Мына контактный лицоға өз атыңызды, мысалға мен Абай дейін. Mail адрес тұр, ішке номер телефоны. Өзіңіздің телефон номер жазасыз. Ары қарай міне опубликовать дегенге басамыз. Міне сіздің хабарландыру қабылданды. Хабарландыру тексеріп көрейік аккаунтымызға кіріп. Міне сіздің объявление пока ожидающийда тұр. Ана сайттың модераторлар тексеріп жатыр деген сөз. Тексеріп болып қабылданса, мына активныйға өтеді.